Саламатсыздар ма, құрметті осы Мөлдір ханымның YouTube каналының оқырмандары, көрермендері. Менің есімім Амангелдиева Сәуле. Осы Жылой ауданы Құлсары қаласының келін болып келгеніме 15 жылдай болып қалды. 6 баланың анасымын, көп балалы анамын және осы Жылойдың келінімін. Өзім жалпы Жаңаөзен қаласының тұрғынымын. Осы Құлсарыға келін болғаныма 15 жылдай болып қалды. Қазір осы Құлсары қаласында даму үстінде жүрген келіншекпін. Әртүрлі салада. Рахмет, Сәуле. Уақыт бөліп осы келгеніңе алғыс білдіремін ең алдымен. Өзім сені дамушы, ізденуші және де қиналғанда қол соза алатын жан деп білемін. Сен үнемі инста парақшаңды қарап отырамын, ізденіс үстінде жүресің. Сол қасиетіме ұнайсың, сол білген біліміңді оқыған, жинаған, тергеніңе бөлісіп, мына жерде біз күшті бір әңгіме есте қаларлықтай сұхбат болады деген ойдамын. Қозғағымыз келіп отырған тақырып, қозғайтын тақырыбымыз енемен келін жайында. Сол тақырыпты сенімен бірге қозғап, халыққа, көрермендеріме қайырлы білім болатынына сенемін. Өзің біраз жылдан бері келінсің, және де сайыстар өткізесің, келіндер сайысын өткіздің, осы ұйымдастырумен көптеген шаралар өтіп жатыр. Сол туралы өзіңнің келіндік өміріңмен және де оқыған біліммен бөлісіп, тәжірибемен айтып отыршы осы біздің көрермендерімізге. Ал бісміллах деп Аллахтың атымен бастайын. Жалпы мен өзім Маңғыстаудікі болғасын, осы Маңғыстауда келіндік салт-дәстүр өте қатты дамыған. Осы жаққа келін болып түскен өзінде мен көптеген жаңағыдай насихаттармен түсірді. Мен өзім жаспын, өзім 19 жасында келдім ғой. Бұл жерде ондай қатты салт-дәстүр салынбайды, осы Құлсары қаласында келіндік жалпы салт-дәстүр. Мені осындай насихаттармен, осындай жаңағыдай қазақтың менталитетінде, именно осы Маңғыстау облысының адай халқының менталитетіндегі немен жіберді да, осы салт-дәстүрмен. Сәлем етесің, ата-енеңнің алдынан кеспейсің, жолын кеспейсің, бетіне қарап сөйлемейсің, сондай әртүрлі таңертең ерте тұрып жаңа шайын бересің. Осындай немен жіберді, соның бәрін мен ұстануға тырыстым басында келін болғанда. Жалпы осы Жылой ауданында көптеген келіндер, осы Жылой келіндері деген уже 2 жыл қатарынан сайыстарды өткізіп жүрмін. Шараларда үлкен, өте ауқымды жалпы шара болды. Көп адамның көңілінен шықты. Бізде ондай шаралар көп өтпейді, бірақ енді барынша өткізіп тырыстық. Енді енемен келін дегенде, бұл жерде мен келін болып түскенде менде 2 енем болды, үйде 7 қайынсыным болды. Біраз қиындықтардан өтіп, сүрінетініне сүрініп, құлайтынына құлап, бір айтарлықтай әңгіме тәжірибем де бар жалпы. Тәжірибе болғанда бастапқыда оңай болған жоқ. Мен енді біреудің жалғыз қызымын біріншіден. Жалғыз мәпелеп өсірген қызымын. Осындай 7 қызы бар үйге келген маған оңай соққан жоқ. 7 қайынсыңым болды. Күйеуім жалғыз ұл, ең үлкен ұлы. 2 енем болды, біреуі енді үлкендеу кісі болды. Сосын үйде тағы қайынапам, 13 отбасы болып тұрдық. Өзім азғантай семьядан келіп, осындай 13 отбасы бар үйге келін болып түстім. Басында маған енді өте қиын болды, өте қызық болды енді. Қайда келдім де бірталай үйренісе алмай жылап жүрдім жалпы. Жылап, көн алмай жүрдім. Ар жақтан Ақтаудағы, өзендегі көбісі звондап, жаңағыдай уайымдап мені. Бір жерден күліп, қалай екен, далада қазан асып атсың ба анандай адамдарға деп. Оңай соққан жоқ енді. Әр қыздың мінезі бар демекші, қыздар неше түрлі мінездері болды, қатты мінездері болды. Енем жалпы енді келіндік міндетін атқару керексің деген сияқты нелер болды. Жалпы көптеген қиындықтар болды, бірақ қиындықтармен бірге жаңа бала туып, ана болып бір жерден жаңағыдай әйел болып күйеуіме жалпы осындай немен келе жатырмыз. Міне 15 жыл болып қалды, уже 16 жыл. Сол қиындықтардың арқасында мен мықты бола түстім. Өстім, бірталай өстім, пістім деуге болады. Қиналдым, бірақ қатты қиналдым. Енді мен жалғызбын ғой, бұл жерде не досым жоқ, не апам жоқ, не сіңлім жоқ, не төркінім жоқ. Үйім алыста болғасын, негізі алысқа кеткен қыздардың несі мені түсінеді, өте қиын басында. Содан кімге не қылам, енді анама не қылам, анама звондаймын, әкеме звондаймын. Бірақ қашанға анаңа звондап, анаңды уайымға салдасын. Іздендім, іздене түстім, жалпы психологияға келдім осы.
көп өзімнің өмірімдік тәжірибелік сабақтардан психологияға келдім және дінге келдім. Дін де психология да менің көзімді көп затқа ашты. Бізді қазақ менталитетінде жалпы ене мен келін деген өте ауқымды тема. Көбінесе жаңағыдай негативті болып естіледі ғой, енді ене мен келін арасындағы ара қатынас деген өте негативті болып естіледі. Көбінесе енелер күн бермей жатады, оның бәрін мен айтып не қылайын. Жалпы болды ара қатынасымызда осындай кикілжіңдер көп болды. Түсініспеушіліктер көп болды. Мен де енді үйдің жалғыз қызы болып, ерке болып өскесін. Түсініспеушіліктер көп болды. Менен көп затты талап етті. Мен енді жас қызбын, мен не бере аламын? Көбінесе бізде келін болып түскенде мынандай не қояды. Сен сол үйді бақытты қылу керексің, сол үйді жауапкершілікті үлкен кішкентай қыз баланың мойнына үлкен бір жауапкершілікті артып жібереді. Ол қыз дым түсінбейді, дым білмейді. Қандай жауапкершілік ол? Ол әуелден сол үйде өмір сүріп жатқан адамдар емес па мысалға? Ол адамдар бір түйір мысалы бір қыздан не күтеді, қандай бақытты күтеді. Даже мына элементарный тойда тост сөйлегенде сол үйдің ағымен кіріп жаңағыдай күлімен шығу керексің, сол үйді бақытты қылу керексің, сол үйдің адамдарын бақытты қылып, ол үйдің как будто адамдары бақытсыз болып өмір сүрген сияқты да енді. Бақытты болам деп бар ма? Бақытты қыл деп айтады ғой. Бақытты болам деп бар ма? Бақытты қыламын деп бар деп. Ол қыз ата енесін, қайынсіңдерін, қайнапаларын, қайналарын бәрін бақытты қылу керек та, бірақ ол өзінің семьясы бар емес па, өзінің бала шағасы, өзінің күйеуі бар емес па, ол күйеуге шықты ғой. Ол енесіне, атасына, қайынсіңдеріне, қайнапасына, қайнағасына шыққан ештеме жоқ, ол күйеуге шықты. Ол Алланың алдындағы отбасын құрамын, бала шағаны үлкейтемін, өсірем, туамын деп келді мысалға. Бір отбасы, бір шаңырақты жаңағыдай жасаймын деп келген адам ғой. Бірақ ол келіннің мойнына көптеген жүктерді бүйтіп іліп қояды да, сен бүйту керексің, сен сөйту керексің, өйткенде бүйту керексің. Енді ол келін де признание күтеді да, мен күшті келін болу керекпін деген. Сондай біреуге ұнауға тырысады. Ең басты қателік сол жерден басталады. Ең басты қателік сол жерден басталады. Менде де ондай болды. Маған жаңа айтқан сайын, Сәуле осылай сәлем етеді, таңертең тұрып сәлем береді екен. Осындай орамалы, ұзын шархат орамалын тартады, Маңғыстаудың стилімен да. Сондай енді жағымды болып, нәпсіміз көтеріліп, сондай жақты сол сөздер. Бірақ бұл жерде адам өзін жоғалтады екен негізі. Ешқандай мақтау да керек емес, ешқандай не де керек емес. Адам тек өзімен өзі бақытты болса болды, күйеуімен жаңағыдай. Сол мақтауды іздеймін деп әйел адам выгорание болады. Мен жағу керекпін, мен бүйту керекпін, мен сөйту керекпін деп выгорание болып кетеді кәдімгідей. Ол басымыздан өтті. Басында күшті ата қалдың, күшті келін, молодец, осындай деп жан-жақтан мақтап, құдалықтарда Сәуле деген осындай деп. Ол сөздер менің ата-анама ұнады, ағайындарыма ұнады. Бірақ ар жақта мен ішімде не болып жатқанмен оның ешкім хабары да жоқ. Не болып жатқанын мен жетіспей жатырмын ба, мен күйіп жатырмын ба, мен жаңағыдай ауырып жатырмын ба, ол жақта ешкімнің несі жоқ. Сол үшін кішкентай қыз баланың мойнына жалпы нәзік қылып жаратты ғой бізді Аллах тағала. Ондай жүкті артып керек емес. Ол қыз күйеуге шықты, күйеуіне шықты. Бұл жерде жауапкершілікті қыз алмау керек, бұл жерде жауапкершілікті күйеуі алу керек жалпы. Ал ене, ол көбінесе, енені айтайын енді, ол енелерде кезінде келін болды ғой. Олар да өзіне ұнамайтын заттарды істеп, мысалға ауыртпашылықтарды алып, жауапкершіліктерді алып, соны бірақ істеп, соны енді келіннен көргісі келеді да. Біздерде солай жасадық деген стереотип. Стереотип. Бізде кезінде айтатыны, бізде кезінде бүйттік, бізде кезінде сөйттік. Енді ол кезде оларды ешкім қинаған жоқ, сөйтіп істе, үйт, бүйт деп. Бірақ олар өздерінің істегені сол келіннен күткісі келеді да. Ал біз істемесек, уже біз оларды триггерить етеміз. Неге істемейді, неге менде болмайды, мен кезінде бүйттім ғой, мен кезінде сөйттім ғой деген сияқты сондай триггерить етеді да іштерін. Сол үшін көбінесе келінмен не жау болады. Содан кейінгі тағы бір не, жалпы маменькин сыночек дейді ғой енді, бірақ мен күйеуім ондай емес. Мен күйеуімді әжесі тәрбиеледі, өзіме келетін болсақ та, бірақ көбінесе мен жаңа психологияны оқыдым дедім ғой енді дін саласында. Мен көбінесе маған шариғат шеңберінде ислам психологиясы көмектесті. Себебі ислам психологиясында Аллах тағала әйел адамдардың рөлдерін, әйел адамның орнын көтеріп қойған. Ол ешқандай да құл да емес, ешқандай да үй қызметшісі емес, ешқандай да манағыдай күн емес та. Даже айтайын мен саған,
баяғыда енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірлеріне біз не етеміз ғой, енді пример аламыз ғой, үлгі аламыз ғой. Олардың өздері жағдайы жоқ болса да, әрбір семьяда, әрбір үйінде күн болған, құл болған да, жаңағыдай қалай айтсам болады, көмекші болған, емізетін сүт анасы болған, жаңағыдай үйін шаруасын істейтін, шаштарын тарайтын, негізі хан шайын деген сияқты болған ғой. Үйлердің қызметін жасайтын қыздар болған. Әйелі сонда тек күйеуіне, бала шағасына, балдарына көңіл бөлетін болған. Ал бұл жерде біздерде қазақ менталитетінде в основном, бұл жерде орыстарда да жоқ, ондай басқа неде жоқ, осы қазақ менталитеті тағы жаңағыдай. Шымкентте, Маңғыстауда, барлық жерде келін енді ата енесінің көңілін табу керек, келген қонақтардың көңілін табу керек, тағы да ағайын тумалардың бәрін көңілін табу керек. Өзінің ішкі күйі, ішкі состояниясы шаршап тосып кетеді. Содан кейін ол өзінің балдарына не береді, энергиясын не береді, тамаққа уақытын барлығын, бытовухамен, в общем, үйдегі бытовухамен, үйдегі күндегі айналып келген тірлікпен күйіп кетеді. Әйел адам күйіп кетеді да, содан выгорание болады, содан шаршайды, содан өзін жоғалтып алады, денсаулығы кете бастайды. Содан кейін сен денсаулықсыз кімге керексің мысалға? Мен де денсаулығым құртылды. Мен денсаулығым құртылғаннан кейін осы өзімнің немді зерттеп біліп келдім ғой осы неге, психологияға жалпы. Адам айта алмайды ешкімге. Кімге айтады? Айтса тағы өсек болып кетеді. Айтады, ол қалады, ол не істей алады ол. Оны тек мана күйеу шешу керек та, ол жауапкершілікті күйеу алу керек. Әйел ешқашанда ондай жауапкершілікті алмау керек, тек күйеу алу керек болды. Бірақ біздің көп жағдайда мамасымен өзі сөйлеспейді да, ер адамдар жағы. Көбінесе ер адамдар мамаларының мен келінді екеуінің өздерінің проблемасы ретінде қабылдайды. Мен күйеуімде ондай неден шет қалған жоқ. Тек жаңағыдай үндемей құтылып кетіп жүрді. Мамасына да сөйлей алмайды, оны да түсінуге болады, анасына да сөйлей. Анасын енді жұмақ, анасының табанының астында деп айтады ғой, анасының көңіліне кірбің келтірмеу үшін бір жерден қарындастарын ойлайды. Бірақ маған енді өте қиын болды. Себебі мен өзіме келетін болсам, менің ешкім болған жоқ, енді шынымды айтайын, ешкім болған жоқ. Ар жақтан мен мамам да жүгіріп келе алмайды. Бұл жерде маған көбінесе қатты қиын болды енді. Күйеуім үндемейді, ол маған да үндей алмайды, мені қимайды, бір жерден мамасына да үндей алмайды. Сосын екі ортада. Бірақ бұл жерде тек қазіргі менің көп тәжірибем бойынша негізі еркек адам жауапкершілікті алу керек, шешім шығару керек бұл жерде. Себебі ол аманат қылып, сол кезіндегі әкесі мен шешесінің қолындағы қызды алды қолына, алғаннан кейін барып үйіне алып келді. Жауапкершілікті сол алып келген адамға Алланың алдында жауапкершілікті алу керек қой. Алладан қорқатын болса. Ал енді бұл жерде көбінесе иманы жоқ, енді неде жоқ адамдар, дінде жоқ адамдар түсінбейді, енді көбінесе түсінбейді. Мамасының сөзін сөйлеп кетеді да, әйелін үйден қуып шығады, әйел жолда, бала белде деген сияқты сондай сөздер шығады. Осы арада. Ешқандай балдарына да жауапкершілікті алмайды, ешқандай әйеліне де жауапкершілікті алмайды.